Сәлем, менің құрметті көрермендерім. Каналға қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеле кетіңіз және қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде видеоларды алғашқылардың бірі болып көріп және мені жоғалтып алмайтын боласыз. Сіздермен әдеттегідей Айсұлу Исатай. Бүгін пирожкиді осылай пісірдім. Өте ерекше, ұзақ уақыт майдың қасында, газдың қасында пирожкиді аударып тұрмайсыз. Немесе барлығын жасап пешке салып та тұрмайсыз. Өте ыңғайлы, аз уақыт кететін осындай бір әдісімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен кәдімгі пирожкиге дайындағандай етіп, дрожь салынған қамырыңызды өте жұмсақ етіп, илеп, бір көтерілгеннен кейін осылай оқтаудың көмегімен жіңішкелеп жайып, оған мундир етіп пісірілген картопымызды пюреге айналдырып езіп аламыз. Одан кейін тұзын, бұрышын және кішкене көкжуа салып, жақсылап тұрып езіп алыңыз, араластырып. Одан кейін қамырдың ішіне салып, осы рулет тәрізді етіп, кішкене нығыздап, жіңішкелеп орап шығатын боламыз. Ең соңғы шетін осылай біріктіріп алыңыз, ашылып кетпес үшін. Енді осы рулетімізді кәдімгі рулет кескенде етіп, осылай кесіп шығыңыз. Рулетіңіздің бір жағын жабылғанынша, барынша жауып көріңіз. Қатты бір аса мән беріп, ашылмау керек деген қағида жоқ. Өйткені астына қарап тұрып піскен кезде ешқандай шашырамай, жақсы болып күймей пісетін болады. Тек көтерілген кезде қатты бір шашылып кетпес үшін лекерлеп, жаңағы противенге қарап тұратын жағын кішкене саусағыңызбен кәдімгі пирожкиді жапқандай етіп, міне видеода көрсетілгендей осылай біріктіріп жіберіңіз. Айтайын дегенім, барлық жері жабылуына аса мән берудің қажеті жоқ, тек лекерлеп жапсаңыз болғаны. Міне мен екінші рулетімді де дәл осылай жасап, барлығын жасап шықтым. Менде жаңа қамырдан 2 рулет, міне осындай рулет пирожкилер дайын болды. Енді көтерілуге бір 10 минутқа қойып қойыңыз. Енді көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сары уызын алып, бетіне жапшыңыз, барлығына бірдей етіп жағыңыз. Одан кейін ешқандай күнжет ештеңе себудің қажет жоқ. Бұл бізде пирожки, сондықтан осы бір дәммен өзақ дәмді болып, әдемі болып шығатын болады. Бір жағынан майлы емес, екінші жағынан көп уақытыңызды алмайды. Сонымен ерекше десем болады және өте әдемі, балалар таласып жеп қойды. Міне піскендегі дәмі осындай болды. Түрі 180 градуста 20-25 минуттай пісіп шығады. Өте әдемі, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып, керемет болып пісіп шығады. Ешқандай қатып кетпейді, өте жұмсақ болады. Соғаннан кейін бір-бірінен ажырап, булочка сияқты, пирожки де сияқты өте ерекше дәммен дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз.